Сәлем достар, біз бүгінгі видеода коллаген деген не және не үшін қажет осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Коллаген бұл біздің ағзамыздағы көп мөлшерде кездесетін ақуыз. Ол ақуыз құрамының 1/3 бөлігін құрайды. Бұл терінің, сүйектердің, бұлшық еттердің, сіңірлердің және буындардың негізгі құрылыс материалдары деп атауымызға болады. Жалпы сонымен қатар коллагенді біз желім, яғни клей деп те атаймыз. Оны клей деп атауымыздың бекер емес, себебі бұл ақуыз болмаса ағзамыз шашылып қалар еді. Жалпы біздің ағзамыздың 30-40% коллаген құрайды. Коллаген терінің жастығын сақтайды. Сонымен қатар ол тырнақ, шаш, буын және ішек ұлпасында кездеседі. Жалпы коллагеннің 16 түрі болса, оның 3 түрі кеңінен тараған. Бірінші және екінші түрлері ол сүйекте, теріде, сіңір байламдарында кездессе, үшінші түрі буындарда болады. Жалпы біздің организміміз 25 жастан кейін ол табиғи өндіріс төмендеп коллаген организмімізден бөлмейді. Сол үшін міндетті түрде 25 жастан кейін коллагенді біз сырттан қолдануымыз керек. Тағамдар арқылы қолданатын болсақ, коллаген ол организмге өте аз мөлшерде түседі. Сондықтан қазіргі таңда хит болып жатқан НЛ-дің коллагендерін мен сіздерге ұсынар едім. Жалпы бұл коллагеннің пайдасы қандай? Біз оны ішкен сайын ең бірінші ішкі құрылысымыз реттеледі. Одан кейін салбыраған кожаларымыз қалпына келеді. Бұл коллагенді ішу арқылы біздің буындарымыздың ауруы тоқтайды, сүйегіміз мықты болады, кожамыз жылтырай бастайды, әжімдердің орны кетеді. Және де тырнағымыз сынғыш, шашымыз көп түсетін болса, осы коллагенді пайдаланған жөн. Мен өзім 3 ай ішіп, шашым қатты түсетіні қойды. Бұл коллагенді біз қалай ішеміз? Күнде 2 мезгіл, таңертең және кешке 150 мл суға алып, бір стегін салып араластырып ішеміз. Дәмі өте керемет, ягодный сок сияқты болып шығады, ішкенге приятно. Коллагенді жалпы профилактика үшін ішетін болсаңыз, жылына 2 рет ішуге болады. Ал егер сізде дефицит болса, онда өзіңіздің индивидуальны жағдайыңызға қарап ішуге болады. Сіздерге ақпарат берген Әсем Әлем. Видео ұнаса, подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Көп рахмет.